Балаңыз уақытында емеклеп, уақытында аунағанын қаласаңыз, ең бірінші балаңыздың оптикалық реакциясын дамытыңыз. Оны қалай дамытуды мен мына видеода көрсеттім. Ең бірінші біздерге однотонный ойыншық, однотонный ақ қара рәңді карточкалар керек болады. Мен видеода куклаға ішлеп көрсеттім, себебі менің қызымның яшы ұлғайып кетті. Сіз балаңызға бір айынан башлап бұл жаттығуларды ішлей беретін боласыз. Ал енді кеттік. Ең бірінші баланы жерге жатқызып аламыз. Жерге жатқызып алып, бағанағы таярлап қойған карточкамызды, ямасы однотонный ойыншығымызды баланың көзіне көрсету арқылы, ұзақлаштырып, жақынлаштыру арқылы баланың фокусын ойыншыққа қаратып аламыз. Одан кейін балаңыздың оң ямаса чеп тарапына ойыншықты до конца түшіру арқылы балаңыздың ойыншыққа қарауын бақылап отырамыз. Әгер балаңыз до конца оңға ямаса чепке қарай алмаса, сіз балаңыздың башын ұшлап тұрып, өзіңіз ойыншық харакетленген тарапқа қарап қаратасыз. Бұл жаттығудың ең маңыздылығы баладағы дофаминовый серотониновый системаны оятады. Бұл екі система арқылы бала алдағы уақытта өзі аунап, өзі емеклейтін болады. Уақытында аунамайтын, уақытында емеклемейтін балалардың көбісінде оптикалық реакциясы дұрыс дамымаған болады екен. Оптикалық реакция дұрыс дамымады деген сөз баладағы серотониновый дофаминовый системасы өте төмен деген сөз. Яғни бала көріп тұрған нәрсесіне қызықмайды, оны алуға харекет етмейді. Соның үшін баланың аунауы, емеклеуі кешігеді. Ал сіздің балаңыз уақытында аунасын, уақытында емеклесін десеңіз, сіз балаңызға бір айынан башлап видеода көрсетілгендей етіп күніне 10-15 минут уақытыңызды бөліп балаңыздың оптикалық реакциясын дамытыңыз.